Мен Әміре, 28 жастағы жас инженермін. Үйленгеніме 2 жыл болды. Әйелім Айнұр жұмсақ мінезді, мейірімді, үй шаруасына шебер әйел. Бір кеште ол маған күлімсіреп, «Ерлан, балдызың Айжан келеді. Университетті үздік бітірді, қалаға жұмыс іздеп жүр. 1-2 апта бізде тұрады, болады ма?» деді. Мен басымды изеп, «Әрине, отбасымыз ғой» дедім. Келесі күні есік қоңырауы шылдырлады. Ашсам, алдымда 22 жастағы нәзік, ұзын бойлы қыз тұр. Ұзын қара шашы желбіреп, көздері балқарағайдай жалтырап, еріндері балдай тәтті күлімсіреді. «Сәлем жезде, мен Айжанмын» деді ол жеңіл дауыспен. Қолы жылы, жұмсақ еді. Сол сәтте ішімнен бірдеңе қозғалғанын сездім. Бірақ мен оны елемедім. Айнұр сіңілісін құшақтап, «Қош келдің жаным» деп қуанды. Айжан біздің үйде уақытша тұратын болды. Сол күні кешке асханада үшеуміз бірге отырдық. Айжан университетті қызық оқиғаларын, студенттердің күлкілі әңгімелерін айтып күлдіріп отырды. Даусы сыңғырлап, күлкісі жүректі жылытатын еді. Мен оның сөзін тыңдап, кейде өзім де қосылып күлетінмін. Айнұр, менің сіңілім балдай ғой деп әркімді өзінің жылылығымен баурап алады, деді мақтанып. Сол күні жатын орныма жатқанда Айжанның күлкісі еріксіз ойыма оралып, ұйқым келмей біраз уақыт жаттым. Бұл тек балдыз ғой. «Әміре, есіңді жи» дедім өз-өзіме. Айжан жұмыс іздеп жүргенде резюмесі мен хаттарын түзетуге көмек сұрады. Кешке компьютердің алдында бірге отырдық. Мен оған кеңес беріп, мәтіндерін өңдедім. Иығымыз тиісіп қалғанда екеуміз де қысылып, бір-бірімізден көзімізді ала қаштық. «Рахмет жезде, сенсіз мен бұл қаланың есігінде таба алмас едім» деді ол ұялып, беті қызарып. Сол сәтте оның иісі, жеңіл гүлді қош иіс, менің ойымды шатастырды. Айнұр жұмыстан келгенде мен оған еш нәрсе айтпадым. Екеуміз де тауға шығуды, табиғатты ұнататын болып шықтық. Айнұр жұмыста болған. Бір демалыс күні Айжанмен екеуміз қысқа серуенге шықтық. Жолда ол өзінің армандарын, болашаққа деген үмітін айтты. Жел оның шашын желпіп, күлкісі тауларды жарқыратқандай болды. «Жезде, сен маған үлкен аға сияқтысың, бірақ басқаша да сезіледі» деп күлді ол ұялып. Мен жүрегімнің дүрсілдегенін сездім, бірақ тақырыпты ауыстырдым. Үйге қайтқанда Айнұр бізді күтіп отыр екен. Кінә сезімі алғаш рет жүрегімді қысты. Күндер өте бастады. Айжанның үйдегі қатысуы бәріне жылулық келді. Бірақ мен оның көздеріне қараған сайын ішімдегі күмән күшейді. Бұл тек туыстық сезім ғой деп өзімді алдадым. Түнде Айнұрмен жатқанда да ойым Айжанға ауып кететін болды. Бір күні Айжан маған кофе әкеліп, «Жезде, шаршадың ба? Бетіңізден көрініп тұр» деді мейіріммен. Сол мейірім менің жүрегімді балқытты. Айнұр бір апталық іссапарға кетті. Үйде балдызым екеуміз ғана қалдық. Кешке Айжан маған өзінің болашақ арманын, мұғалім болғысы келетінін айтты. Мен оны мұқият тыңдап кеңес бердім. Ол мені алғаш рет Әміре деп атады. «Жезде» демеді. Дауысым дірілдеп, «Сен өте дарындысың Айжан» дедім. Сол түні ауада бірдеңе өзгерді. Біз ұзақ әңгімелестік. Уақыттың қалай өткенін білмедік. Айжанның жаңа жұмысында бір жас жігіт оған қызыға бастады. Ол маған кешке сол жігіттің әңгімесін айтты. Ішімнен қатты қызғандым. «Ол саған лайық емес, сен тым нәзіксің» дедім байқамай. Айжан күліп, «Қызғанасың ба Жезде» деп сұрады. Көздері ойнақы. Мен үндемедім, бірақ жүрегім «Иә» деп айқайлады. Бір кеште қатты жаңбыр жауып электр сөнді. Біз шам жағып диванда отырдық. Айжан үнсіз отырып, кенет «Мен сені алғаш көрген күні жүрегім бірдеңе сезді. Бұл дұрыс емес екенін білемін, бірақ жүрегімді тоқтата алмаймын» деді даусы дірілдеп. Мен үрейленіп үндемедім, бірақ оның көздері балдай тәтті,
қолымды ұстап тұрған саусақтары жылы еді. Сол түні ұйқым қашты. Мен Айнұрға опасыздық жасай алмайтынымды түсіндім. Айжанмен арақашықтықты сақтауға тырыстым. Кешке ерте жатып, онымен аз сөйлестім. Бірақ ол күн сайын маған жақындай берді. Күлімсіреп, көмек ұсынып, қамқорлық танытып. Бұл дұрыс емес, Әміре. Сен отбасылысың деп өз-өзіме қайталадым әр күні. Айнұр оралды. Үйдегі ауа өзгерді. Айжан мен Айнұрдың арасында ұсақ реніштер, қызғаныш белгілері байқала бастады. Мен екеуінің ортасында қалып қатты қиналдым. Түнде орнымда жатып, төбемнен аспан құлағандай сезіндім. Шындық бетке шықты. Мен екі жүректің арасында қалдым. Айжанмен жалғыз қалғанда біз тоқтауымыз керек деп, мен Айнұрды сүйемін, ол менің әйелім дедім қатты дауыспен. Айжан көздеріне жас алып, білемін, бірақ жүрегім толығымен сенікі болып қалды. Қалай күресемін деді. Сол сәтте мен өзімнің де оны шын сүйіп қалғанымды мойындадым. Айнұр біздің арамыздағы өзгерісті сезді. Бір күні, сен Айжанды қалай қарайсың? Көздерің өзгерді деп көздеріне жас алды. Мен бәрін жоққа шығардым. Бірақ ішімдегі дауыл тоқтамады. Үйдегі атмосфера ауырлады. Айжан басқа пәтер жалдап көшуге шешім қабылдады. Көшіп бара жатқан күні ол маған қарап, мен сені күтемін, қанша уақыт кетсе де, деді дауысы сызылып. Мен үнсіз тұрдым. Жүрегім екіге жарылғандай болды. Айжан кеткен соң үй бос, суық сияқты болды. Айнұрмен қарым-қатынасым салқындады. Сөйлесу аз болып, күн сайын Айжанның хабарламаларын оқып, жауап бермей қиналдым. Жалғыздық мені жеп жатты. Бір айдан кейін Айнұрмен отырып, бәрін ашық айттым. Ол ұзақ жылады. Содан кейін мен сездім, бірақ сен таңда. Мен сені мәжбүрлемеймін деді. Мен өмірдегі ең ауыр таңдау алдында тұрдым. Айжанды тауып, кофеханада кездестім. Ол жұқа күлімсіреп, көздері үмітпен жарқырап тұрды. Балдызым, сенсіз өмір балсыз, дәмсіз болды дедім. Ол жылап құшақтады. Сол құшақта барлық күмән жоғалды. Айнұрмен бейбіт ажырастық. Ол соңғы сөзінде сіңілімді бақытты ед, мен кешіремін деді. Бұл сөз жүрегімді жаралады, бірақ шындық еді. Өмір жаңа бетін ашты. Айжанмен бірге жаңа пәтерге көштік. Ол мұғалім болып жұмысқа тұрды. Мен оны күн сайын балдай деп атап сүйетінімді көрсеттім. Кештеріміз ұзақ әңгімелер мен күлкіге толы болды. Бір жылдан кейін біздің шағын үйімізде ұлымыз дүниеге келді. Айжан оны құшақтап, бұл біздің балдай өміріміздің жалғасы деді. Көздері шаттыққа толып. Мен оларға қарап бақыттан ерімедім. Қазір мен әр таңертең оянып, қасындағы Айжанның енді заңды әйелімнің тыныш ұйқысын, күлкісін көремін. Балдызындікі балдай деп ішімнен қайталаймын. Өмір тәтті, махаббат қиын болғанымен мәңгілікке лайық. Біз бақыттымыз.